бар Шыңғыста, батыста өзінің Цицероны бар, басқасы бар. Бір ауыз сөзі біз Майқыбейдің сөздері сияқты. Жалпы бұлардың араларында қандай бір біздің ұлылармен араларында қандай байланыс бар деп ойлайсыз? Жоқ, оларда мысалы ғажапта, сол біздің эрамыздан 2000 жыл алдын өмір сүрген Тулей Цицерон айтады. Бүгінгі күні айтып отқан секілді, қазір қасында отырып та, соғыс туралы айтады. Бұл соғыста дейді да, бастайтын саясаткерлер дейді, бастайды. Қаржыгерлер қару-жарақ сатып байиды дейді. Ал қарапайым халық әкесін, ұлын, қызын жаңағы соғысқа аттандырады дейді, ағасын, інісін дейді. Соғыс аяқталғаннан кейін саясаткерлер лауазым қызметі жоғарылайды. Неше түрлі шенді болады, қызметі жоғарылайды. Әлгі қаржыгерлер байиды дейді. Қарапайым халық дейді, қырылады дейді ме? Өзінің әкесін, ұлын, жаңағы інісін жерлейді дейді. Сөйтеді, өйстіп әрі қарай өмір жалғаса береді дейді. Қазағына екі түйе қазса ортада шыбын өледі деген. Иә, дәл сол. Қарап отырсаң, ол біздің эрамыздан 2,5 жыл өмір сүрген адамдардың айтып кеткен сөзі осы күнге дейін дәл сол ғой, өзектігін жоймаған. Сол Цицерон тағы да айтады. Кедей жұмыс істей береді дейді. Бай кедейді жұмысқа жегеді дейді. Ал әскер екеуін де қорғайды дейді. Салық төлеуші осы өзімен қосып 4 адамға салық төлейді дейді. Ал банкир дейді, банктың басшысыға, жаңағы 4-еуін де алдайды дейді. Ал қорғаушы, адвокат, 5-еуін де алдайды дейді. Ал одан кейін дәрігер жаңағы қағаз жазады да, осындай сен ауырып тұрсың, мына дәрігерлерді алып кел деп, үстіңнен жаңа 6 адамның үстінен күн көреді дейді, өтірік жазып дейді. Ал қарақшы дейді, 7-еуін де алдайды дейді. Қорғызып қой, маңдайына қару тіреп, сен дейді, сенің ана өміріңе қауіп төндіреді, сен 7-еуін де жаңағы алдап ақшасын алады дейді. Ал саясаткер жаңағы 8 адамның үстінен күн көреді дейді. Сол заманда айтқан Цицерон. Осы күні өзектігін жоймаған. Бұдан артық не айтуға болады? Мен ақылға қонымсыз. Біздер қазіргі айтып жүрген дүниелерді, керемет, мен ана кітаптардан табамын да басым шайқаймын. Не деген дана болған деймін да. Сол уақыттарда айтылған дүние, біз енді сол кітаптардан ашып, оны қайта мен ашып көріп ізденіп жүрме, оны ашпаған адамдар қаншама миллион мысалы. Сондықтан мен таңарқайтын, таңданатын, тамсанатын дүние қалмады да, қара, күн өткен сайын. Мен іздедім ғой, жаңағы Италияның Рим империясында болып жатқан дүниелер сол кездерде қайталанады. Адамға не керек? Нам мен зрелище дейді, жаңағы қызық ойнау, гладиаторларды ойлап табу, адамдардың бір-біріне қастандығы. Сол кездерде Никколо Макиавеллидің айтқан сөздері осы күнге де өзектігін жоймаған. Өзіңді корольдардың қасында король кім екеніңді білдіру үшін солардың қасына жақындап, солардың сияқты өзің ұстасаң, қарапайым халық сен солай деп ойлайды. Бұрмаса қалтаңда көк тиын болмаса да дейді. Болмаса да ұқсап бақ дейді. Дәл сол. Қарап отырсаңыз, айтып отқандар әлі күнге өзекті де, таң қаласың. Сондықтан бұл өмір, тарих қайталана береді екен ғой, айналып келді. Тек адамдар өзгереді, ана адамдар кетеді, орнына басқа адамдар кетеді. Дөңгеленген дүние дейді қазақ оны. Ғажап, інжу маржан, таң қаласың. Диірменнің тасындай дейді. Иә. Ақ бидай ұн болмас, айналмаса диірмен тас дейді. Бұдан артық не айтасың? Өзбектерде бір кино бар еді, чаркпалак деген мельница айналып тұрған. Диірмен сияқты. Крутится, вертится над головой деген бар ғой, мельница. Сол секілді жаңағы айналып тұрады да, өмірдің бәрі қайталанады. Мына өмірде дүниеге келесің, балабақша, мектеп, жоғарғы оқу орны, сосын жұмысқа тұрасың, үйленесің, бала-шаға, ұрпақ тастайсың өмірге. Сол сенен кейінгі тағы ұрпақ, дөңгеленген дүние тоқтаусыз ағып атқан су іспеттес.